Слово предоставляется Мереке Аблешевичу. Пожалуйста, для удобства и для уплотнения нашего графика. 30 человек мы должны... Қадірлі ағайындар, қадірлі қонақтар. Әлемде ұлы қалалар бар. Париж сияқты, Лондон сияқты, Нью-Йорк сияқты, Москва мен Ленинград сияқты, Қазан сияқты, Ташкент сияқты, Бішкек сияқты. Ал біздің қазақтың ұлы қаласы ол Алматы. Өздеріңіз төрде отырған. Алматының басқасын айтпағанда тағы бір ұлылығы әлемге Олжас Омар Сүлейменов әкелді. 90 жылдан бері Олжас Омар Сүлейменов өзінің сүйікті Алматысын ештеңеге айырбастамай, осы жерде өмір сүріп, осы жерде қалыптасып, осы жерде адам болды. Мынау адам баласы, соның ішінде ұлы адамдар кішкентайынан, бесіктен шыққаннан бастап, шешесінің әңгімесінен тыңдағаннан бастап, өзін өзі қалыптастырады. Өзін өзі үлкен ұлылыққа жетелейді. Олжас Сүлейменов 4-ші класс оқып жүргенде Толстойдың 12 том кітабын оқыған. Сонда шешесі Фатима айтыпты, айналайын-ай, көзіңді құртасың ғой деп. Сонда оның өгей әкесі Әбдуәли Қарағұлов ағамыз былай деген екен: кітап көзді құртпайды, кітап көзді ашады. Сол кітаптың арқасы, сол керемет прозалық шығармалар мен поэмалардың арқасында Олжас болды деп ойлаймыз. Олжас Омарұлы 1958 жылы көп студенттермен бірге кішкентай грузовиктің үстінде Каспийдің жағалауын аралап, шыңырауларды, скважиналарды зерттеп, осында мұнай бар ма екен деп жүргенде бір ақсақалға кездеседі. Жай қарапайым, үстінде шапаны бар шал, қазақтың қазақша айтқанда. Сол аға, сіз кімсіз дегенде көшшімін дейді, көшші. Ол жекен қаланың баласы түсінбей қалады, қойшысыз ба дейді. Жоқ, қойшы емеспін, көшшімін дейді. Көшші деген кочевник деген сөз екен ғой. Міне, геолог болып, жер астындағы бүкіл байлықты зерттейін деп жүрген бала, шыңырауларды зерттеп жүрген бала, түркологияның шыңырауына еніп кетті. Содан бастап Олжас тек қана түркология жөнінде әңгіме айтты. Оның өлеңдерінің ішінде қазақтың сөздері көп, өзі орысша жазғанмен. Оның сөздерінің ішінде түріктің сөздері көп, Әзірбайжанның сөздері көп. Соны айтқан кезде Олжастың поэзиясы мен Олжастың ғылыми лингвистикалық шығармалары бірмен бір тұтасып жатыр деген сөз. Бұларды айырып алу мүмкін емес. Мынандай сөз айтқан екен Гейдар Алиев, Әзірбайжанның сол кездегі бірінші хатшысы. 1975 жылы әдебиет форумы болып атқан кезде сол кісі шығып сөйлепті. Ол кезде ол политбюроның кандидаты. Ондай сөз айтуға оның құқы жоқ. Бірақ ол айтты: Олжас Омарұлы, сіз тек қана Қазақстанға емес, сіз бүкіл түрікке керексіз дейді. 75 жылы айтқан. Бүкіл түрікке керексіз. Сондықтан да біз бүгін ет жүрегіміз елжіреп Олжасты жақсы көріп отырғанда, Олжастың қазақтың ұлы екеніне мақтанамыз. Мұна академик Қабдолов айтады: Олжасты мақтамаймыз, Олжаспен мақтанамыз дейді. Олжас, қазір қазақ дегенде Олжас еске түседі. Олжас дегенде біздің еліміз еске түседі. Еліміз аман болсын, Олжасымыз аман болсын. Қашанда ортамызда біздің қазағымыз болып тұра берсін. Рахмет.